Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге бүгін өте оңай әрі тез дайындалатын пирог дайындайтын боламыз. Бізге керекті 4 жұмыртқа, оны ақ уызы мен сары уызын бөліп аламыз. Ары қарай ақ уызына бір шымшым тұз салып миксерлеп аламыз. Оның үстіне қант қосамыз. Оны да жақсылап миксерлеп аламыз. Бір ас қасық лимон шырығын қосамыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Міне ақ уызымыз дайын болды. Енді сары уызымызды дайындаймыз. Оның үстіне қант қосамыз. Үй температурасындағы сары май қосамыз. Оны да жақсылап миксерлеп аламыз. Оның үстіне сүт қосамыз. Жақсылап миксерлейміз. Ары қарай ұн қосамыз. Қопсытқыш қосамыз. Електен өткізіп аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Оның үстіне ақ уызымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді салмамызды дайындаймыз. Бізге керекті сүзбе. Сүзбенің үстіне бір жұмыртқа қосамыз. 3 ас қасық қаймақ қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Үстіне 4 ас қасық қант қосамыз. Жақсылап миксерлейміз. Ары қарай қамырымызды формамызға қойып, үстіне творожный массамызды құямыз. 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға көп рахмет.